Елордамыз Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университеті домбыра кафедрасының ұйымдастыруымен күй өнеріне арналған концерт болып өтті. Бұл концерт қазақ музыкасының дәстүрлі күй өнеріне арналады. Біздің орта буын күйшілеріміз бүгін өнерін көрсетеді. Олардың ішінде Абылғазы Ахмадиев дейтін күйші, бұл дарын сыйлығының лауреаты, президенттік оркестрдің жеке орындаушысы. Еділ Басығараев Қазанғап күйлерінің шебері. Одан кейін Қадырқұлов Жұмабек дейтін күйші, бұл Маңғыстау өңірінің күйлерінің өкілі, мықты өкілі. Осылардың күй концерттері қазір басталайын деп отыр. Күй 14 ғасырда жеке музыкалық жанр болып қалыптасты. Тарихқа үңілер болса, Құрманғазының күйлері жігерлі, екпінді, ал Дәулеткерейдің күйлері терең толғауға, романтикалық лирикаға негізделген. Тәттімбеттің күйлері әуейі әсем, тәтті мұң мен қоңыр сазға толы болса, Қазанғаптың күйлері құбылмалы, ойнақы, төкпе жыр іспетті болып келеді. Қазанғап күйлерінде, Шалмырзаның күйлерінде, Сөнтөренің күйлерінде жыр сарыны басым болып келеді. Адамның сағынышын, ішкі көңіл күйін қозғап отырады. Маңғыстау күйлеріне әзілкештік пенен көңілділіктен. Ал Құрманғазы күйлері болса, екпінді, жігерлі, тыңдаушыны батырлыққа, ерлікке жетелетіп отыратын ерекше қасиетке ие. Күй киелі өнер. Күй бойымызға күш қуат беріп, жігерлендіретін, жабырқау көңілді жұбатып, қуаныштарымызды арттыратын құдіретті өнер. Бүгінде сол күйлер күйшілеріміз арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп отыр. Әсия Орман, Айтжан Отызбаев, арнайы Жетіқоңыр продюсерлік орталық үшін.